Ол әккі қылмыскер де, жанашыр полицей де, тіпті қаңғыбас аутист те бола алады. Иә, қилы күндер сериалында Ясин полицейдің адал достың рөлін керемет сомдаған актер Рыза Кажоглы осындай 8 қырлы бір сырлы талант актер. Сәлем достар, бұл Әсем ТВ арнасы. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгін актер Рыза Кажоглы туралы видео дайындадым. Олай болса, алдымен еңбегіме лайк басып, комментарий қалдырып көруді жалғастырайық. Ал кеттік ендеше. Риза Кажоглы 1979 жылдың көктемінде Түркияның Измир қаласында дүниеге келген. Ол бала кезінен бастап өзін болашақта өте танымал адам ететін актер болуды армандайды. Сондықтан орта білім алған соң 9 қыркүйек атындағы университетте кино және телевидение факультетінде оқуын жалғастырады. Университеттегі оқуын сәтті аяған Риза Кажоглы көп замай «Маған сәттілік тілеңіз» экшн фильмінің түсірілім алаңында алғаш рет актерлік өнерін сынап көреді. Онда ол Бахадыр Юртсевен рөлін сомдайды. Содан соң «Жаңа өмір» драмалық сериалында үміт атты кейіпкердің бейнесінде ойнайды. Кейінде бірқатар фильмдер мен телехикаяларға түседі, алайда бұл рөлдері оған айтарлықтай табыс әкелмейді. Дегенмен актерлік шеберлікті қалыптастыруға үлкен тәжірибе мектебі болады. Ақыры 2009 жыл Рыза үшін сәттілікке толы болды. Эзел драмалық қылмыстық триллеріндегі жағымсыз кейіпкер Теммуз рөлі оған көптен күткен атаға келеді. 2016 жылы актерге әлемдегі ең жақсы жұпар мелодрамасындағы басты рөл ұсынылады. Фильм көптің көзайымына ие болды, сондықтан продюсерлер оның екінші маусымын сүруді ұйғарады. Сонымен қатар сол жылдары актер Ичерде детективтік триллерінде кісі өлтіруші Дауыттың рөлін сомдайды. Оған асқан танымалдыға келген тағы бір сериал Чукур сериалы түсірілім 2017 жылы өтті. Бұл экшн фильмде актер қоқыс жинап тапқанмен қоректенетін аутист Аличоның рөлін сомдайды. Сериал 5 маусымға түсірілгені соншалық, шоудың аяқталу құрметіне арналған гала-концерт түсірілімнің нағыз салтанатты қорытындысы болды. Актердің алған марапаттар мен номинацияларына келетін болсақ, 2015 жылы Біріккен театрының Орманнан бұрынғы түн театрлық қойылымына қатысқан үшін жыл актері номинациясының иегері атанды. Айтпақшы, достар, мен YouTube каналынан бөлек түрлі тойға, асқа шақырулар мен еске алу, тағы басқа видеороликтер дайындаумен де айналысамын. Әсем ТВ Instagram парақшасынан жұмыстарымды көре аласыздар. Сілтемесін описаниеге қалдырып кетемін. Жеке өмірі жайлы айтатын болсақ, Риза Кажоглы актриса Хазал Субашимен кездескен. Олар Чукур сериалының түсірілім алаңында танысқан. Алайда жұлдызды жұптың қарым-қатынасы ұзаққа созылмады. 2021 жылдың наурызында енді бірге емес екенін баспасөзге хабарлаудан да бас тартқан жоқ. Актер өзінің жеке өмірін құпия ұстайды. Қазір бойдақ. Рыза Кажоглы спортқа, атап айтқанда бокс, ауыр атлетика мен футболға қызығады. Ол футбол жанкүйері, өздерінің Göztepe клубын қолдайды. Саяхаттағанды да жақсы көреді. Граппа атты сүйікті иті де бар. Достар, актер туралы бар мәлімет осындай. Ал сіз Эзел сериалындағы жауыз Темуздың қилы күндер телехикаясындағы адал полицей Ясин екенін білдіңіз бе? Өз жауабыңызды комментте жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жумалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.